Жакын достар, бүгін сіздерге ерекше құрақты құрап көрсететін боламын. Ол үшін бізге керегі шыт матасы, және де 6,5-6,5 шаршы, 3,5-3,5 екі түстен шаршы керек болады. Және ленталарымызда екі өлшемді 3 сантиметрлік ені осы екеуі. Мынау 2,07 сантиметрлік. Осындай ленталар влюр матасынан керек болады. Енді алдымен шыт матамызды 4-ге бөліп аламыз. Қайшымен қиып 4-ге бөлеміз. Енді тігіп бастайтын боламыз. Біздің шаршыларымыз осылай тұратын болады матамызда. Осылай енді тігіп бастаймыз. Алдымен мына қызыл шаршымызды айналдырып тігіп шығамыз. Енді ақ шаршымызды бетпе-бет қойып, тігіп алатын боламыз осы жерде. Ендігі кезекте 2,07 сантиметрлік лентамыз тігетін боламыз. Енді мына ақ шаршымызды құраймыз. Енді ені 3 сантиметрлік лентамызды тігетін боламыз. Осылай тігіп шығамыз. Артқа қарай тігеміз. Енді мына шетін тігіп аламыз. Артық матамызды қиып алып тастаймыз. Бізде осындай құрақ шықты. Былай тұрады. Барлығын дәл солай тігіп шығатын боламыз. Екінші бізде мына құрағымыз. Алдымен қызыл матамызды тігіп аламыз.
Енді ақ шаршымызды қоямыз бетпе-бет. Біздің құрағымыздың тігілу жолы бірде, орналасуы әртүрлі болады. Солай құрағымызды жалғастыратын боламыз. Енді ені 2,07 см тұратын лентамызды осы жерге тігетін боламыз. Осылай. Түгіні міндетті түрде төменге қаратып қойып. Енді шаршыны тігетін боламыз. Осы жерге. Енді ені 3 сантиметрлік лентамызды тігеміз. Солай. Шетін айналдыра тігіп шығамыз. Енді артық матамызды қиып алып тастаймыз. Солай барлығын тігіп алатын боламыз. Міне біздің құрағымыз да дайын болды. Енді бір-біріне қосып, біріктіріп тігетін боламыз. Енді екеуін қосып тігетін боламыз. Булавкамен ұстатып қоямыз, жылжып кетпеу үшін. Міне артық матамызды қиып алып тастайтын боламыз. Міне бізде осындай құрақ шықты.